Баршаңызға сәлем, сіздермен Жансұлу. Сіздермен ең дәмді болып шығатын сырнекке рецептін бөлісемін. Бұл тексерілген рецепт, жасап көрсеңіздер болады. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Ыдысымызға сүзбе саламыз. Сүзбеміз біздің құрғақ болу керек. Жұмыртқа саламыз. Қантымызды саламыз. Блендермен біркелкі масса болғанша араластырамыз. Массамыз осылай дайын болды. Кішкене қопсытқыш салдым. Және оны жақсылап араластырып, ұн саламыз. Ұнымызды да жақсылап араластырып аламыз. Қамыр болғанша. Менде қамырым дайын болды. Енді ол қамырларды алып, дөңгелекше жасап дайындап аламыз. Осылай етіп жасап аламыз. Видеодағындай менде 7 дөңгелекше сырнекке шықты. Енді табамызға отқа қойып аламыз. Мен сұйық майда қолдансаңыздар болады, және жай майда қолдансаңыздар болады. Мен май қолдандым. Сырнекеларымызды салып пісіріп аламыз. Майға пісіріп жатырмын. Аударып аламыз. Қызарғанша, осылай болғанға дейін майда ұстаймыз, және екінші бетінде дәл осылай пісіріп аламыз. Сырнекеміздің екі жағы қызарып піскеннен кейін тәрелкемізге саламыз. Менде сырнеке дайын болды. Өте жұмсақ. Қалаларыңызша әсем десеңіздер болады. Каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Қош сау болыңыздар.